сізді жақсы көреді ме? Ер адамдар өздерінің махаббатын мың бір раушан гүлін сыйлаумен білдірмесе де, олардың іс-әрекеттерімен анықтауға болады. Бұл тұрғыда әйелдің махаббаты мен еркектің махаббаты екі түрлі көрінетінін айта кеткен дұрыс. Бірінші кезекте ер адамдар көпшіліктің көзінше сізді әйелім, сүйіктім деп сізді өзінікі екенін баршаға жария қылса, ол сізді жақсы көреді дегенді білдіреді. Әдетте атымен таныстырылған жағдайда ара қатынас та ұзаққа созылмай, ол сізді болашағынан көрмейтіндігін білдіруі мүмкін. Екінші кезекте ол сіздің қажеттіліктеріңізді өтейді. Сіз үшін нан мен май тауып беру үшін барлығын істеуге дайын болады. Тіпті финанс көтермеген жағдайда да раквинаңыз бұзылса, өзі жөндеп, көлігіңізден ақау табылса, достарын шақырып, қалайда жағдайды дұрыстауға тырысады. Үшінші кезекте қауіпсіздік. Ол сіздің физикалық тұрғыдан сізді қорғауға тырысады. Сізге дөрекі сөйлейтін немесе сізге қауіп төндіретін адамдардан қорғайды. Бұл тек күш көрсетумен ғана шектелмейді, сонымен қатар сізге құнды ақыл кеңес берумен де көрінуі мүмкін. Бұл да қауіпсіз жағдай берумен көрсетіледі.